Шарық, армысыздар. Бүгін әр бейсенбіде Толстойдың күні деп қойып алдық қой өзіміз. Бүгін білгім келеді клубының отырысы. Біз Толстойдың бүгін бір шығармасын талдаймыз. Бұның алдында Лев Толстойдың Сергей Әке деген шығармасын талдадық. Бұның алдында одан кейін Чем люди живы деген шығармасын талдадық. Енді бүгінгі шығарма Дьявол деген шығармасы Толстойдың. Қазақшасы Әзәзіл деген. Біз енді бүгін осы шығарманы талдайтын боламыз. Кішкене жұрт жиналсын. Жұрт жиналғанша кішкене күте тұрайық. Оған дейін мен сіздерге бір сұрақ қояйын. Толстой, енді бұл шығармасын оқығандарыңыз бар ма? Егер оқығандарыңыз болса, бір ауыз мына жерден қол көтеріп па, білдіріп қойыңыздар, мен біліп отырайын. Осынша адам оқыпты деп. Егер оқысаңыздар, шығарма өте түсінікті, өте жақсы жүреді. Бір адам, екі адам оқыпты. Оқығандарыңыз болса, қол бұлғап қойыңыздар. Толстойдың Дьявол деген шығармасы. Қазақшасы Әзәзіл. Біз енді бұл шығарманы қазақшаға ықшамдап аударғанбыз еркін. Сосын мен көбісіне сұрағандарға осы қазақша нұсқасын бердім. Алып қараңыздар, оқыңыздар деп. Біз аударған сол мүмкіндігінше сол сығып бердік қой. Алейкум салам, Баян Дәулет. Ораза өзіңе де қалалы болсын. Сол енді ауыз ашып болып, осы Толстойды бүгін талдайық деп отырмыз. Толстойдың қай шығармасы болса да, негізі өте қызық. Қазір не үшін Толстойдың шығармалары бұлай өте мынандай енді жойылмайды, өміршең деп айтады ғой, айтқанда классика. Неге Толстойдың шығармаларын оқыған адам кәдімгідей адамның экзистенциясын, рухани болмысын қозғап жібереді. Осы туралы қазір айта кетем, кішкене жұрт жиналсын. Егер болса, осы Дьявол туралы пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Мен оқыдым, былай түсіндім деген сияқты. Енді басты кейіпкер Евгений деген жігіт қой. Сол неден қателесті, қай жерден сүрінді, өмір неге бұлай трагедиямен аяқталды деген сұрақ. Мүмкін болса жауап беріп көріңіздер. Қалай ойлайсыздар? Егер кішкене бір күтейік, 5 минут қой енді. 32 болып, біз 30-да бастадық. Хотя 35-36-ға дейін күтейік, жұрт жиналсын. Сосын ары қарай талдаймыз. Сіздерге қалай шығарма ұнады ма өзі? Қызықтыра алды ма шығарма жалпы? Қазір бір 2 минуттан кейін бастайық, 35 кеткенде бастайық ровно. Сағат 33 кетті. Кішкене бір 2 минут күтейік. Жұрт жиналсын, сосын талдаймыз ары қарай. Өзім ораза кезінде Толстойдың Крукштенесі бар. Крукштене деген Толстойдың былай айтқанда дневнигі ғой, күнделігі. Соны өзім оқып жатырмын. Жақсы, қазір көрейік, Степанидан сағынған өтірік дейді. Мына ең алғаш Толстойдың Крукштенесін негізі мен 2006 жылдар оқығам. Осыдан қанша біраз уақыт бұрын ғой. Одан кейін бар араға 3 жыл салып, 4 жыл салып бір оқып тұрам. Бірақ әр оқыған кезде әртүрлі жаңа бір қырынан түсініп бастайсың. Себебі енді ол кезде біз жас болдық, тәжірибең жетпейді ананың Толстойдың ойларын алуға. Енді жылдан жылға енді уақыт өтіп бара жатыр ма, көп нәрсені түсінесің, қайтадан қараған кезде ана шығармасы басқаша болып көреді. Сондықтан егер мүмкіндіктеріңіз болса, Крукштенесін алып оқысаңыздар болады. Қызығы, Крукштенеде
әр күнге бір тақырып арнайды. Мысалы бүгін 30 сәуір ма, 30 сәуір дейді де, сосын соған бір тақырыпты арнайды. Сосын оны оқып шығасыз, сосын 1 мамыр дейді де, оған бір тақырып арнайды, 2 мамыр дейді де, оған бір тақырып арнайды. Сосын аптаның соңында тұрып, недельное чтение деп айтады, бір аптадағы оқитын шығарма береді. Бір проза, немесе әңгіме қысқа. Оқып шығасың, өте былай қызық енді өзіме. Неге Толстойдың келіспеймін депті мына жерде бір жігіт. Мен Толстойдың «Дьяволын» оқыдым, келіспейтін жерім бар. Ол төсектес болған Степаниданы сағынғаны өтірік дейді. Енді білмеймін енді. Енді сағынбаса да кәдімгі аңсар ауды ғой соған Степанидаға. Ендеше жұрт жиналғанша шығарманы жайлап бастай берейік онда ше. Уақыт созбайық, өйткені бүгін менің лекциямнан соң Санжар ағаның лекциясы бар, сағат 11-де басталады түнгі. Соған дейін мен тез бітіруім керек бұл лекцияны 1 сағаттың ішінде. Сондықтан онда бастай берейік. Бұл шығарманың «Дьявол» деп аталады. Мына жерде оқымағандар бар екен, мен сондықтан қысқа ғана несін айтып өтейін, мазмұнын. Негізі Евгений Ертиев деген бір жігіт болады. Өзі гимназияда оқиды, өзі ақсүйек, шағын шаруашылығы бар. Содан бір күні оның әкесі қайтыс болады. Әкесі қайтыс болады да бұл тез арада оқуын аяқтап, ауылына келіп, әкесінің мынау тұралап қалған шаруашылығын қайтадан жүргізу керек болады. Содан Евгений ауылына келеді. Ауылына келіп, жаңағы әкесінен қалған мұраға ие болып, жаңағы шағын шаруашылығын жүргізіп жатады. Содан енді әбден қалада жүрген кезде, енді ол кезде қалада гимназистер деп айтады ғой, бәрінде маңдай жезөкшелерге баратын, жеңіл жүрісті қыздарға барып, жаңағы құмарлығын басатын. Бұл да сөйтіп, неде жүрген кезде, қалада жүрген кезде, Петербург қой енді, сонда жүрген кезде бұл да жеңіл жүрісті қыздарға барып жүреді. Евгений. Содан енді ауылға келеді. Ауылға келген кезде ауылда ондай қыз жоқ, баратын жер жоқ. Содан бұны құмарлық кәдімгідей қысады. Сосын бір бел босататын дейміз ба, не дейді, құмарлығын басатын сондай бір адам іздейді. Қалаға барып келейін десе ұзақ уақыт, сол кішкентай ғана бір рахат үшін қалаға барып келуге былай айтқанда тұрмайды деп айтады. Енді ауылда бір қыздармен бас қосайын десе, жүріп көрейін десе, ауылдың өсегіне қалам деп айтады. Енді әкесі сонша жаңағы ақсүйек адам, ертең сол пәленбайдың баласы жеңіл жүрісті қыздарға барып жүр десе, абыройым айрандай төгіледі дейді. Содан не істерін білмей жүрген кезде бұның шаруашылығында бір не болады? Степан ба, жаңа орман несі болады, жаңа орманның қорықшысы. Сол келеді де бір күн айтады, осындай да осындай, бізде ауылда Степанида деген бір қыз бар деп айтады. Оның күйеуі военный, әскери, үнемі күйеуі іссапарда жүреді. Егер қаласаң, сол Степаниданы саған әкелейін дейді. Екеуің сөйлесіп көріңдер, мүмкін бір-біріңе ұнап атсаңдар, жаңағы ол да қарсы болмас деп айтады. Содан бұл әрбір ойланады да сонымен келіседі. Сөйтіп бір күні орманға жаңағы қорықшы шал кімді Степанидан әкеледі. Енді бұл қызда бір кетар емес, бұның алдында шынымен де ауылдағы жаңағы аты ауызға іліккен бір жеңіл жүрісті әйел деп айтады. Күйеуі жаңағы неге кеткен кезде, сапарға кеткен кезде көңілі қалаған еркектермен бас қосып жүретін дейді. Көңіл жарастырып. Содан бұл да келеді де жақсы дейді, жаңағы шығарманың бас кейіпкері Евгениймен көңілін жарастырады. Енді Евгенийдің басында жақсы дейді, бір күн төсектес болады. Болғаннан кейін жаман қатты ұялады, өзі 15 минутке дейін жаңағы не істерін білмей, енді бір мазалағандай болып, сосын өз-өзін жұбатады да, бір-ақ рет болды, бұдан кейін екінші рет болмас. Тәуекел дейді де, Степанидаға сол кездегі 1 рубль ма сондай не береді. Сөйтіп кетіп қалады, бірақ осы бір рет қалай төсектес болды, осы ой маза бермейді болған. Бұл қайтадан жаңа Степанида көргісі келіп аңсар ауады. Содан екінші рет жаңа көңіл қосады, үшінші рет сол көңіл жарастырады. Сөйтіп кәдімгі бұл ауруға ұшырайды. Ел уже жұрт өсектеп айта бастайды. Мынау жаңағы пәленбайдың баласы Степанидаға көз қырын салып жаңа ізден қалмай жүр деген әңгіме кетеді. Бұл енді шынымен де ана кімнің күйеуінде аяйды. Ішінде кішкене ар ұяты бар өзінің. Бірақ шынымен құмарлығын тежей алмайды. Содан сөйтіп жүрген кезде бір күні Петербургда тұратын
бір өзінің таныс мынандай несі болады, достары, соң үйіне барады да бір Лиза деген қызды ұнатып қалады. Содан бұл шұғыл түрде Лизаға үйленеді. Үйленгеннен кейін бұл ойлайды, енді мына қызға үйленем, әйелім болады, енді мен осы құмарлықтың несінен, қыспағынан құтылатын шығармын деп. Бірақ ол ойлағандай болмайды. Лизамен үйленіп, ол бала туып береді бұған. Бірақ соның өзінде бұны кәдімгідей құмарлық қысып, ана Степаниданың жаңағы несінен қалмайды жаңа. Кәдімгідей аңсарауат. Бір күні ана Лиза үйін жинамақ болады, әйелі. Енді бұл ол кезде Степаниданы көрмесем, білмесем, ұмытқан шығармын деп ойлайды. Бірақ бір күні үй жинайтын әйелдерді шақырған кезде Лиза деген бұның әйелі білмейді. Байқаусызда Степаниданы үйіне қызметшілікке шақырады. Қызмет етіп алады. Сол бұл күні бұл Евгений шаруашылықтан келіп үйіне кіріп келген кезде ана Степаниданы қайтадан көреді. Сөйтті қайтадан құмарлығы оянып кетеді. Содан ұйықтаса да, көзін жұмса да, ашса да сол елестей береді көзіне. Бірақ әйеліне көзіне шөп салмайды бұл. Сонымен құтылудың бір-ақ жолы бұл жерден кетіп қалу керек дейді. Сөйтеді, бұл Қырымға қарай бір достарына қарай кетіп қалады. Егер Степаниданы көрмесем, құтылатын шығарым дейді. Сөйтіп кетіп қалады. Сол жаққа кеткен кезде 2 ай ма 3 ай жүреді, шынымен де бір ұмытқан сияқты болады. Бір көңілі тынышталған сияқты, қыз жоқ, әйтеуір. Көзде болмаса, көңілде болмайды деген сияқты. Сонымен бір көңілі бір тынышталып, бір жай тапқандай болады. Бірақ біраз уақыт өткеннен кейін бұл қайтып келеді елге. Қайтып келгеннен кейін бар өзін тексеру үшін Степанидадан сұрап көреді. Жұмысшылардан бәрі, ол әлі сол несінде жүр деп айтады, бірақ көңілін ондай бір маза билемейді алдындағыдай. Бірақ бір күні егістіктен қайтып келе жатқан кезде Степаниданы көріп қалады. Сонымен қайтадан бұның құмарлығы оянып кетеді. Содан не істерін білмей өлермен халге жетеді. Тіпті ақша беріп те көреді Степанидаға, қалаға қарай көшіп кет деп. Бірақ ол көшпей қояды. Сонымен не істерін білмей, тек қана бұның алдында 3-ақ түйірлі ғана, 2 ғана не тұрады. Таңдау тұрады. Біріншісі Степаниданы өлтіру, екіншісі өзінің әйелі Лизаны өлтіріп Степанидаға үйлену, үшінші вариант дейді де бұл өзін өзі өлтіру дейді. Содан бұл әрі-бері таңдайды. Шынымен бұның қиналып жүргенін әйелі байқайды. Сонымен әйелі бұны не көрдің саған, бірдеңе болды ма деп күйеуінен қайта-қайта тақылдап сұрақ қоймайды. Бұл әйеліне айтайын десе айта алмайды сырын. Ешқандай жұртқа айта алмайды. Ананың құмарлықтың азабын өртеп бара жатады. Тіпті қолын мынандай майшам дейді ғой свеча қолын күйдіріп те көреді. Отец-Сергей сияқты енді Отец-Сергей саусағын жауып тастайды құмарлық қысқан кезде. Бұл қолын күйдіріп көреді отқа. Бірақ оның өзінде де бұның кәдімгідей тынышын алып қоймайды. Содан амал жоқ, бір күні өзін револьвермен алады да миынан атып, сөйтіп өледі. Сөйтті, шығарма бітіп қалады. Енді шығарманың қысқаша мазмұны осындай, арасында көп нелер бар. Мен қысқа ғана айтып шықтым. Енді сіздерге ары қарай талдайық бұл шығарманы. Енді оқығандарыңыз бар арасында, оқымағандарыңыз мүмкін осы әңгімеден кейін оқитын боларсыздар. Жалпы Толстой бұл шығарманы не үшін жазды, дьявол деп? Бұл Толстойдың былай айтқанда ең соңғы жазған шығармаларының бірі. Толстой бұл шығарманы жазатын кезде жазудың алдында бұл Ресейде бір оқиға болады. Толстой тұратын деревня ғой, енді Ясная Поляна, соның бір жақын, бір Тула деген ауылда, қалада, бір Фридерикс деген сот тергеушісі бір Степанида деген әйелді атып өлтіреді. Муницина деп айтады фамилиясы. Кәдімгі болған оқиға. Сөйтеді, кәдімгі бұл үлкен шум туғызады. Ана Степанида Муницина деген ол жезөкше әйел еді. Соған Тула қаласындағы сот тергеушісі сонымен көңіл жарастырады да, құмарлықтың аза несінен шыға алмай, амал жоқ әйелді атып өлтіреді. Содан үлкен шум болады, Ресейдің бәрі шулайды, бұл қалай деп жезөкшені бұл атып тастады. Сонда кім кінәлі деп, соның жұрттың бәрі тұрып кінәлі жезөкше деп айтады Степаниданы. Сөйтіп мынау Фридерикс дейді ғой сот тергеушісін. Сөйтіп бұны ақтап шығады сотта. Бүкіл кінәң бәрін араған жауап. Сосын бұны енді кішкене неменями дейді ғой, ақыл есін жоғалтқан анау-мынау дейді, сонымен алып шығады. Бірақ Фридерикс жезөкшені атып тастаған кісі араға 2 ай салғаннан кейін темір жолға барады да пойыздың астына түсіп өледі. Сөйтіп одан сайын шулайды Ресей халқы. Сол кезде Толстой тұрады да дневник Фридерикса деген шығарма жазады, үлкен. Сөйтеді, оқиғада осы нені баяндайды.
ана Фредерикстің атын Евгений деп өзгертеді, Степанидан сол күйінше Степанида деп береді, анау Лизаны Лиза деп береді, әйелін сол күйінше қаз қалпында береді де. Бірақ Толстой шығарманың соңында дәл осы сияқты жаңағы анау Евгений сияқты кім өз-өзін атып өлтірді деп айтады Фредерикс. Содан бұл шығарманы жазып біткеннен кейін бар өзінің достарына көрсетеді, мына шығарма қалай деп. Соның бәрі көреді, айтады, қалай сен жаңағы мынау авторды, кейіпкерді өлтіртіп тастадың жаңағы. Негізі кінәлі жезөкше ғой ол жерде. Анау Степанида бәріне кінәлі. Сен қалай Фредериксті өлтіртіп тастады деп айттың жаңағы. Жоқ, болмайды бұл. Бұл сен жезөкшеге мына орыстың біздің аристократтарды сен жығып беріп отырсың. Біз деген тектік халықпыз жаңағы. Бізде кәдімгі ұлы идея бар. Біз бұл офицер біріншіден, сен осыны аласың да жаңағы болмайтын бір жезөкшеге жығып бересің. Негізі әу бастағы Фредерикстің ана Степанидан атып тастаған ол дұрыс жезөкшені. Сондықтан да шығарма қалай болды, сен солай беру керексің дейді Толстойға. Сосын Толстой тұрады да жақсы дейді де, мынау ненің екінші нұсқасын жазады. Екінші нұсқасы да дәл қас қалпында келеді де, ең соңында Евгений тұрып кімді атып тастайды? Степаниданы. Бұл дьяволда негізі екі варианты бар дьяволдың. Бірінші варианты өзін өзі өлтіреді Евгений, екінші варианты Евгений пистолетін алады да сыртқа шығып Степаниданы атып тастайды. Сөйтіп атып тастап, кейін сотталады. Сотталған кезде бұны сот ақтап шығады жаңағы, условно береді бұған. Сосын бұл ақтап шыққаннан кейін артынша өзі ішіп өмірден баз кешіп кетеді. Негізгі шығармада екі вариант бар. Енді Толстойдың жаңа бірінші вариантын жазған кезде бұл жаңағы мына оригиналын жазады, өз-өзін өлтіретін. Екіншісі араға бір жыл салады да жаңағы Степаниданы атты деп екінші нұсқасын жазады. Содан анау достары тұрып айтады, сен бірінші несін жой дейді шығарманың, жаңағы анау өз-өзін өлтіретін вариантын дейді. Толстой айтады, мен жоймаймын дейді. Осылай тұрады. Жұрт қайсы несін нұсқасын қалайды, қайсы нұсқасы көңіліне жағады, жұрт соны таңдасын деп айтады. Содан жақсы дейді, бұл тақырып жалпы жабылады. Енді осы жерде бір қызық бар. Мына Толстойды зерттеушілердің бәрі тұрады да, бұл негізі оқиға Толстойдың өзінің басынан да өткен еді деп айтады. Себебі мына Толстойдың өзі жас кезінде, өзі граф қой енді, Аксина Базилкина деген бір қызбен көңіл қосады. Енді ойнап күледі, өзі үйленбеген Толстой жас, енді жас кезінде бұл да шынымен қыздарға барады, жезөкшелерге. Сөйтіп мына Аксина Базилкина дегенге кішкентай кезінде жас күнде ойнап қояды, бұл ойнап күліп. Содан кейін енді ақыл жинайды, сонымен бұл өзі үйленеді, өзінің әйеліне, София Андреевнаға. Бірақ үйленгеннен кейін бұның әйелі, жаңа София Андреевна, бір күні осы кімді, бұрынғы бұның көңілдесін Аксинаны неге алады? Кухарка қылып алады, жаңа ас үйдің ас пісірушісі қылып. Толстой бұны байқамайды шынымен де. Бір күні тамақ жеуге келіп дастарханға отырған кезде анау баяғы өзінің жаңағы көңіл қосқан жаңағы көңілдесі ғой енді. Соны көріп ана дастарханда отырған кезде таң қалады, жаңағы кәдімгі қолынан қасығы түсіп кетеді ана нені көрген кезде. Содан ана жерде қалт-құлт етіп отырып тамағын жейді, сосын бөлмесіне келеді. Бөлмесіне келген кезде ана кезіндегі Аксинамен болған оқиғаның бәрі ойына түсіп, ананы Толстойдың өзін кәдімгі осындай переживаниеден өткен, кәдімгідей мынаны бастан өткеріп, ана құмарлықпен несі алысып, кие алмай. Содан амал жоқ, ана әйеліне айта алмайды София Андреевнаға ананы қуып жібер деп. Қуып жіберейін десе, енді Толстойдың өзі жүрегі жұмсақ, жаңағы анауда енді нан табу керек дейді. Кімді Аксинаны неге жұмыста қалай береді? Ол кезде Аксинаның жасы 49-да еді деп айтады, бұның қуқарқасында жүрген кезде. Бірақ Толстой өз-өзін қоярға жер таппай, кәдімгі өз бөлмесінде өзімен өзі алысып, осы переживанияны қалай мынау Евгений кітаптың кейіпкері басынан өткізді, жаңағы қайғылы осындай бір көңіл күйді. Бұл да осының бәрін өткізіп шығады. Сөйтеді де шығарманы жазады. Негізі Толстойдың ең бір ұтатын жері, бұл кез келген шығармасында басты кейіпкер негізі Толстойдың өзі. Отец Сергейінде де сол өзі жүреді басты кейіпкер. Чем люди живыйде да өзі жүреді. Мына кімде де мынау дьяволда да өзі жүреді. Ертең крейцер сонатасын талдаймыз бұлда кейін. Ода да басты кейіпкер негізі Толстойдың өзі. Сондықтан өзі кәдімгідей осыны басынан өткізіп, өз-өзіне қол жұмсаған вариантын жазады. Бірақ Толстойдың бір қызығы, бұл шығарманы Толстой өлгеннен кейін жариялайды. Өзі ана Чертковқа несін мұра етіп береді де, шығармасын именно осы дьяволды мен өлгеннен кейін барып жарияла дейді.
Сөйтіп, енді бұл не үшін өлгеннен кейін жариялайды шығарманы? Мен оны соңына қарай айтамын сіздерге. Сіздер мені есіме салыңыздар, жаңағы не үшін шығарманың соңына өлгеннен кейін барып жариялады деп. Тірі кезінде бұны жарияламаған Толстой. Соған байланысты мен жауабымды сол кезде айтамын. Енді Евгений неден қателесті? Біз шығармаға солай түсейік, не үшін сүрінді? Немесе Толстой неден қателесті? Толстойдың да басынан өтті ғой бұл. Бұл да Аксинаға жаңағыдай ғашық болды, көңіл қосып қойды. Немесе ана көршісі бұның, көрші нендегі сот тергеушісі Фредерикс. Ол неден қателесті? Ол кәдімгі өмірінде атып тастады ғой Степанида дегенді. Үш кейіпкер Евгений, Толстой, Фредерикс үшеуі де неден қателесті? Енді біз осыны талдаймыз, Толстойдың бұл ең қатты сынап жазатыны жалпы ол кезде Ресейде позитивизм деген жаңағы ненің ғылымның бір түрі, біз айтып жүрген интеллектуализм деп, соның бір тармағы Ресейде қатты жайлайды. 19 ғасырдың 30-40 жылдары. Бұл сол замандағы Толстойдың өзінің басына және оның замандастарына кәдімгідей әсер етті позитивизм деген. Позитивизм деген мына ескі діни көзқарастардың бәрін талқандайды да, ақиқатты осы өмірден іздейміз деп айтады. Ақиқатты болған дейін шіркеу неден талдайтын еді ғой? Тылсымнан іздейтін ақиқатты, Құдайдан іздейтін. Енді позитивистер келеді де, жалпы Құдай деген тақырып жоқ, періште деген, жаңағы мән деген нәрсенің бәрі жоқ. Мына өмірде не бар? Біз ақиқатты осы өмірден ғана іздейміз. Сондықтан да тылсым әлем деген жоқ дейді де, ненің қақпағын жауып тастайды. Ғайыпқа самғайтын. Тылсым әлемнің, Құдай әлемін жауып тастайды. Сосын амал жоқ, бәрі осы әлемге байланады да, ақиқатты осы әлемнен іздеп кетеді. Енді бұл жердегі бұның айтатыны, мына бұрын дейді, нәпсі деген, мына құмарлық деген нәрсені әртүрлі өзінің атауы бар еді ғой, діни атауы. Нәпсіні сайтан, осындай деп атау беретін. Енді бұлар позитивистер келеді де, бәріне жаңаша атау беріп шығады. Сосын бұлар енді адамдағы нәпсі, құмарлық деген енді күшті алады да, бұлар бұл нәпсі деген нәрсе, құмарлық деген нәрсе адамның физикалық немесе интеллектуалдық қабілетін шыңдайтын күш деп жаңа тәпсір береді, жаңа атау. Яғни сен біреумен жаңағы құмарлығыңды басып, жеңіл жүрісті қыздарға барасың ба, бұл сенің кәдімгі денсаулығыңа пайдалы. Сенің бойыңда қан жүріп, денең формаң жақсарып, адамның ақыл ойының дамытуына бұл кәдімгі әсер етеді деп соны насихаттайды. Содан мына Толстойдың өзі де соған ұрынып қалады. Бұның кейіпкерлерінің бәрі де осыған ұрынады. Жаңағы мына кімде, Евгенийде қалада жүрген кезде, бұл гимназияда оқиды. Сол кезде бұған да жұрттың бәрі тұрып, жаңағы жеңіл жүрісті қыздарға көп бару керек, жезушілерге бару керек, адам деген үйрену керек деген нәрсені кәдімгідей жүйелі түрде насихаттап бастайды. Кәдімгі мұғалімдер бұны насихаттап бастайды. Содан бұл ұрынып қалады. Содан Құдайдың дидары, мән, жаңағы ұлы мән, ұлы мұрат деген нәрселердің бәрі айтылмайды. Адам кәдімгі жабық системада қалып қалады. Негізі Толстойдан нелердің бәрі сұраған, жаңағы достары, неге сен өлімді таңдадың деп. Жаңағы бірінші вариантында Евгений сен өлтіріп тастадың ғой, енді өзіне револьвер алып. Не үшін өйттің дейді да, жаңағы. Басқа шанс жоқ па дейді, оның шығып кететін енді. Ол мүмкін шығып кетуге де болатын еді ғой оған дейді да. Хотя бана Степаниданы атпаса да бұл шығып кететін, сонда бұда виход жоқ па дейді, жаңағы неден құтылатын. Сол Толстой айтқан, оның виход жоқ деген ол жерде. Жаңағыдай шығатын жол жоқ. Евгений өзін өлтіру керек, немесе анау Степаниданы өлтіру керек дейді да, басқа жол жоқ дейді. Не үшін деген кезде, енді өздерің ғой дейді, енді алдыңдарда адамдағы мән, мұрат деген нәрсенің бәрін алып жаптыңдар. Сөйттіңдер де адамның өмірдегі мына мұраттарын, мақсаттарын бәрін осы өмірге байлап қойдыңдар. Амал жоқ, енді адамның мына мән деген нәрсе айтылмаса, адам осы өмірдегі құмарлықтың несіне қармағына ілініп қалады дейді адам. Сол сияқты Евгенийде енді қанша жерден мақсаты бар, мұраты бар, әйелі бар, бала-шағасы бар, жаңағы өте жақсы атақ абырой да бар, бірақ бәрібір құмарлықтың қармағына ілініп қалды дейді. Енді одан құтқаратын бір-ақ жол бар. Бұл шынымен де Құдай деген, бұрынғы ұлы мән деген нәрсе дейді. Енді сен бәрін жапқан кезде адам тек қана осымен жаңағыдай құмарлықтың құрсауында қалады дейді. Сондықтан сөйтіп жауап берген. Ал негізі Толстойдың өзі мына Крукштен несін айтады, ал нәпсі деген не үшін керек, құмарлық деген не үшін керек деген кезде, бұл кәдімгі денені адамның көңілін басып, құмарлығын бір тежейтін нәрсе емес, бұл басатын. Бұл Құдайды іздеуге көмектесетін құрал деп айтады нәпсіні.
сол нәпсінің энергиясын пайдаланып адам құдайды табады дейді. Егер нәпс болмаса адам құдайды қайтып табады деп айтады. Адам нәпсімен күрескен кезде барып оның дәрежесі көтеріледі дейді. Ал нәпсі адамға сол үшін де керек еді дейді. Ал сендер алдыңдарда нәпсіні ол адамның денсаулығын жақсартатын күш, бұл адамның психикасы дұрысталады, ақыл ой дамытады дедіңдер де, сондай тәпсірмен беріп бастадыңдар дейді. Негізгі кінә осы жерден деп айтады. Сондықтан адам нәпсіге олай қарамау керек дейді. Екіншісі несі қателігі, бұлардың үшеуінің де қателігі, бұлар психикалық гигиенаны жұқтырады миына. Мына логотерапияда Франклдың бұл қойған атауы, бұл мынандай, Франкл айтады, мен осы кабинетінде отырған кезде менің қарамағыма көп адамдар келеді дейді, пациенттер. Сон келетіндердің көбісі жігіттер дейді, ер жігіттер. Өзі кеше ғана үйленген, жасы 30-дан енді ғана асқан жігіттер келеді, бәрі мынандай проблеманы айтады дейді. Бәрінің проблемасы бірдей дейді. Мен үйлендім, жаңағы сонымен әйелмен бірге тұрып жатырмын, бірақ бір қызығы, мынау түнде ұйықтап жатқан кезде қойнымда әйелім емес, бір жезөкше жатқан сияқты сондай көңіл күйді кешем деп айтады жігіттердің бәрі. Бұл не, ауру ма деп сұрайды. Содан Франкл тұрады да, қызық екен дейді жаңағы. Сосын тағы да бір-екі елдерден сұрайды, пациенттерден, бірақ бәрінің диагнозы бірдей болып шығады. Бәрі де бір қойнымда бір әйелім емес, бір жезөкше жатқан сияқты, бір көңілдесім жатқан сияқты, бір сонда бір күй кешем жаңағы деп бәрі сондай бірден айтады. Сосын Франкл тұрады да бұларға психикалық гигиена деген диагноз қояды. Бұл не деген кезде мына шымылдыққа дейін төсек тәжірибесін жинаймын деп жаңа көбісі ұмтылады ғой, азамат боламыз, нағыз жігіт боламыз деп. Сол кезде бәрінің жіберетін бір қателігі бар дейді. Бұл қыз жаңағы жеңіл жүрісті әйелдерге немесе басқа біреуге барған кезде бұлар көбінесе тәннің гигиенасын сақтанады дейді. Тәннің дегені белгілі ғой енді, әртүрлі құралдар қолданады деген сияқты, бірақ бір нәрсеге мән бермейді, психикалық гигиена дейді. Ол қалай тәнімді ауру жұқтырып алмайын деп сақтанғанымен миына жаңағы вирус кіріп кетеді дейді. Бұны біз мына махаббаттың мәні деген кітап жазған кезде психикалық гигиена деп арнайы тақырып бергенбіз. Сонда біз бір жігіттің өмірін баяндадық. Мына 90-шы жылдары Казгудың общагасында, жатақханасында бір жігіт тұрады. Өзі енді үлкен жігіт қой. Сол мынандай Казгудың общагасы, өз жатақханасы көп бөлмелер бір-бірімен көрші ғой. Сосын балкондары бір-біріне ортақ. Яғни мына балконнан келесі бір балконға өтіп көршісіне жүре береді. Бәрі бір секция дегенмен секцияның ішінде екі бөлме бар. Сондай бір бөлмеде бір бойдақ жігіт сол жерде өмір сүреді. Оның көршісі болып жаңағы бір үйленген жаңағы отбасылы бір аспирант жігіт сонда тұрады. Енді өзінің әйелі бар. Содан жаңағы аспирант жігіт оқуға кеткен кезде, сабаққа кетеді ғой күндіз. Сол кезде әйелі неде қалады, жатақханада. Енді амал жоқ, әйелі балконға шыққан кезде жаңағы келесі неде көрші бөлмеде жатқан бойдағы жігіт, бұл да балконға шығып, екеуі енді әзіл қалжың айтып жүреді. Бір күні жаңа бойдағы жігіт көрші бөлмеге секіріп өтеді. Содан ана аспирант жігіт сабақта жүрген кезде бұл соның әйелімен жиі көңіл қосады. Содан енді ешкім білмейді, жаңағы бұның күйеуі де білмейді, жаңа әйелдің. Содан бір күні бұлар бітіріп жаңа ауылына кетеді. Содан бұл жігіт 4-ші курс біткеннен кейін бұл да аспирантураға түседі, жаңа бұрынғы бойдағы жігіт. Енді бұл да үйленеді де, бұл да жатақханада тұрады. Енді үйленгеннен кейін ең бір қызық нәрсе дейді, бұл сабаққа барған кезде кәдімгі ойына бір ой келеді. Как будто бір бұның әйеліне бұл сабақты отқан кезде балконнан секіріп түсіп, біреу барып жаңа көңіл жарастырып жүрген сияқты. Сондай нені көңіл күйді бастан кешеді. Содан шұғыл түрде бір сабақтан атып шығады, сөйтіп жүгіріп барып жатақханаға барады, барса әйелі отырады. Содан қайтадан сабағына келеді. Сабағын отқан кезде тағы да жаңағыдай елестейді көзіне, қайтадан жүгіріп барады бөлмесіне. Сөйтіп үндемей барып шкафын қарайды, балконын қарайды, сонымен не істейді, көрші бөлмедегі жігіттердің бәрімен төбелеседі. Бүкіл мынау этажда тұратын жігіттердің бәрімен төбелесіп шығады жаңағы. Әйелін қызғанып. Содан үйіне білдіртпей келеді, ең ақыр аяғы әйелін ұра бастайды. Сенің біреуің бар, мен сабаққа кеткен кезде саған біреу келіп жүр деп. Енді әйелі шынымен де оның жаңағы пәгет деп айтады, жаңағы күйеуіне ешқандай бір арам ойы жоқ. Бірақ күйеуі жаңағыдай сондай бір ауруды бастан кешеді. Ең соңында әйелін ұрып ақыры ажырасып кетпек болады. Ортада сөйтіп жүрген кезде бала пайда болады. Содан не істерін білмей жүреді де бір күні жаңағы әйелінің бетінен бір жара шығады. Сол кезде барып бұның қызғанышы тарқайды. Сонда әлгі жігіттің айтатын нәрсесі, мына студент кезінде өзі қалай біреудің әйеліне барды,
кейін үйленгеннен кейін бұның да әйеліне біреу келіп жүргендей кәдімгі миына вирусты жұқтырып алады. Осыны психикалық гигиена деп айтады. Бұны Толстой өзінің «Крейсер сонатасы» деген шығармасында өте әдемі береді. Сонда айтады, 13-14 жастағы кезім дейді, ол кезде гимназияда оқимын дейді. Сонда Толстойдың несі ғой енді. Мен айттым ғой, Толстойдың кейіпкерінің бәрі Толстойдың негізі өзінің басынан өткен деп. Сонда тұрған кезде гимназияда бір ағамның бір оңбаған бір досы бар еді дейді. Сол бір күні келіп бізге ағам екеумізді азғырды дейді. Сендер әлі күнге дейін балаң жігіт сияқтысыңдар. Негізі адам 13-14-ке келген кезде ол жаңағы жеңіл жүрісті қыздарға барып өзін азамат ретінде дәлелдеу керек. Бұл адамның несіне, денсаулығына өте пайдалы, және сен төсекте тәжірибе жинайтын әккі жаңағы маман не боласың деп айтады. Маман боласың дейді бұл саланың. Содан жақсы дейді, бұларды саунаға апарып, үлкен бір әйелді жаңағы алдарына жығып береді. Сонымен бірінші рет сол жерде біз қалағанымызша әйелдің тәнін жаңағы адақтадық дей ма, не дейді? Соны бірінші рет төсек қатасына түстік деп айтады. Крейсер сонатасында. Енді ол жерде ештеңе білінген жоқ дейді, жарайды деді, үйге келдік деп айтады. Содан ең қызығы ертесіне басталды дейді жаңағы. Ертесіне далаға шықсам дейді, бұрын мен үшін әйел деген зат бұл киелі бір ұғымдай көрінетін дейді. Жаңағы біреуге қарындасым деп қараймын, әйелдерді әпке, жаңағы ана деп сөйтіп сыйлайтын едім дейді. Енді кәдімгідей мен әйелдерді бұдан кейін бір олжам деп айтама, сондай сияқты бір құмарлықтың көзқарасымен қарайтын болдым дейді әйелдердің. Сосын әйелдің бұрын тек қана жүзіне қарайтын болсам, енді белден төмен қарайтын сондай бір көңіл күйді жұқтырып алдым деп айтады. Сөйтіп мына «Крейсер сонатасында». Бұл шығармада өте қызық. Біз бұл шығарманы келесі жолы талдаймыз. Талдаған кезде бұл да шығарманың басын осыдан бастайды. Қалай мен 13 жасымда жеңіл жүрісті әйелге бардым, мен солай психикалық гигиенаны жұқтырып алдым да, ең ақыр аяғы өмірім осылай өтті деп айтады. Енді бұл жердегі несі, бұның да Евгенийдің де басты қателігі, бұл Степанидамен болған кезде бұл тек бір рет қана болатын нәрсе деп ойлайды. Бір рет көңіл қосам, болды мен деп ойлайды. Сосын екіншіден бұған 1 рубль ма береді. 1 рубль беремін де осыдан құтылам, болды деп ойлайды. Бірақ сол сәтте бұл миына психикалық жаңағы гигиенаны жұқтырып алады. Сосын жаңағы бұның енді өздеріңіз білесіздер, шығармада азабы бар, жаңағы әбден азапталып не істерін білмей, осы вирустан құтыла алмай, ең ақыр аяғы жаңағы өз-өзін атып өледі. Осыны психикалық гигиена деп айтады. Сондықтан да мынау Франклдың жиі айтатыны бар, еш уақытта шымылдыққа дейін төсек тәжірибесін білем, үйренем, жаңағы осыны көруім керек деген нәрсеге жас жігіттер үйір болмасын дейді. Бәрі де жаңағы осы ненің психикалық гигиенаның қасіретін жаңағы бастан кешеді деп айтады. Сосын құмарлық деп айтады. 1000 жерден адамды азғырғанымен Толстойдың негізі ұстанатын варианты. Бұл еш уақытта сайтанды кінәлі деп айтпайды. Шығармасына кейін талдаған кезде де солай деп айтқан. Бәрі проблема адамның өзінде дейді. Не үшін жаңағы кім өз-өзін атты дегенде Евгений. Себебі Евгений ол бұл Стефанидаға Огаст'a баратын кезде де, кейін де жаңағы бұның бәрібір еркі бар еді дейді, еркіндігі. Мысалы, сен жаңағы енді достар айтқан ғой бұған. Енді бұл жерде қарашы, ол әйел өзі азғырды, жаңағы тана көзін сүзбесе бұқа жібін үзбейді деген жаңағы бүкіл бәленің бәрі Степанидада ғой енді. Сол азғырмаса, сол көзіне көрінбесе, анау Евгенийде нормально өмір сүретін еді ғой. Анау Фредерикс деген жаңа көрші ауылдағы жігіт те аман есен өмір сүретін еді. Бүкіл бәленің бәрі әйелде деп әйелге жапқан ғой. Сол кезде Франкл ғана, кім ғана, Толстой ғана жоқ деп айтады. Бұл проблема неде әйелде емес дейді. Мәселе ер адамда дейді. Сосын сайтанда деп те мен ойламаймын деп айтады. Себебі адамда ерік жігер бар еді дейді. Не үшін мысалы сайтан жануарларды азғырмайды дейді. Мысалы итті немесе мысықты азғырмайды ғой. Неге? Себебі оларда еркіндік жоқ. Құмарлық бар мысалы. Ал адамда еркіндік болғандықтан да адамды келіп азғырады. Соңғы азғырған кезде де міндетті түрде адамды құмарлық келіп бойын билеп бастайды. Сосын міндетті түрде Франклдың айтатыны бар, еркіндіктің алдынан өтеді дейді. Сосын барып сұрайды. Денеңді қалшылдатайын ба, жаңағы құмарлығыңды оятайын ба деп келіп сұрайды. Сол кезде жоқ дейтін болсаң, ақырын ғана барып құмарлық басылады деп айтады. Егер иә десең, ары қарай денеңді қалшылдатып алып кетеді де, сосын жаңағы
сезімнің сондай несіне шырғалаңына салады деп айтады. Сондықтан бәрібір қанша жерден айтқанымен де бұл жерде адамның бәрібір еркіндігі бар еді дейді. Сондықтан да кінәлі, бұл жерде басты кінәлі ол Евгенийдің өзі дейді. Ол мың жерден жалаңаш қыз алдынан шығып тұрса да, бұның мына зина жасамауы өзінің еркінде еді деп айтады. Енді осымен қысқа ғана бітті. Қай жерден қателесті деген жерінде біз екі нәрсесін ғана айтып отырмық. Бірінші психикалық гигиена. Шынымен де ол мида болатын гигиенаға мән бермейді Евгений. Екіншісі ол кездегі сол заманда қоғамға бәріне бірдей жаңағы мән туралы, Құдай туралы әңгіме айтылмайды да, құмарлықты тек қана денсаулықты жақсартатын күш ретінде ғана қарайды. Осыдан қателесті деп айтады. Енді Толстой енді бұл шығармасын не үшін жазды? Не үшін жазған кезде шығармасын неге Толстой дьявол деп атады? Біз енді осыны талдайық. Енді біз айттық қой, Толстой негізі сайтаннан көрмейді деп бұл жерде кінәні. Енді талай адам достар келген кезде айтқан дейді, сайтанның бұл жерде қатысы жоқ дейді ешқандай да. Адамның өзінің еркіндегі нәрсе, сондықтан да кінәлі Евгений деп айтады. Енді не үшін онда дьявол деп атадым дейді. Кейін шығарманың атын өзгертеді. Біз алдында айттық қой. Бұл кітаптың бірінші аты Фредерикстің күнделігі деген болған атау. Кейін өзгертеді, дьявол деп атайды. Өмірдің соңында бұл шығарманы. Енді сұрайды, неге дьявол деп атадың? Енді сен айттың ғой дейді жаңа ішінде. Бұның сайтанның қатысы жоқ, бар кінә Евгенийдің өзінде деп. Енді не үшін шығармаңды сен дьявол деп атадың деп. Толстой келеді де соған жауап береді. Енді жалпы жауап бермес бұрын біз білесіздер, жалпы Ібліс деген кім, Әзәзіл деген кім, жаңағы Іблісті негізі Әзәзіл деп айтады. Ол бір кездері Құдайдың дәргейінде бүкіл періштелерге сабақ берген ұстаз еді деп айтады. Енді аңызда келетін нұсқасы ғой, енді бәріне ортақ. Сонда жүреді, бір күні Құдай тұрады да мына неге тағдыр тақтасына бүй деп жазып қояды. Осы жүрген мақұлықтардың ішінде біреуі тозақи болады деп айтады. Соны оқыған кезде бүкіл періштелердің бәрі қорқып, ойбай жаңағы біз уақыт болып қалмасын деп, ойбай біреуіміз тозақи болып кетерміз дейді де, бүкіл періштелердің бәрі келіп өзінің ұстазына келеді. Ол кездегі ұстазы Әзәзіл, әлгі білсет. Содан Әзәзіл деген өте Тәңірдің құрметтісі, таңдаулысы, мақтаулысы деген атау ғой. Содан келіп айтады, ойбай осындай ойда Құдай біреуді малғұн болады деп жазып қойыпты. Сіз дұға етіңіз, сіздің дұғаңыз қабыл болатын шығар, сіз біздің ұстазымызсың жаңағы деп бүкіл періште жаңағы бата сұрайды, дұға сұрайды Іблістен. Сол кезде Ібліс қолын жаяды да Құдайға айтады, мына періштелердің бірде біреуі малғұн болмасын деп айтады. Сөйтіп өзін қоспай қояды дұғаға. Сосын періштелердің біреуі сұрайды, сіз мына өзіңізді қоспадыңыз деген кезде Ібліс айтады, енді мен басқа енді мен малғұн болып кетпеймін деп айтады. Жаңағы енді мен қанша дегенмен Құдайға өте жақын жүрмін, сондықтан да сендер аман болсаңыздар болды дейді, жаңағы тек қана соларға батасын, дұғасын қылды деп айтады. Сөйтті де шынымен айтқандай ең соңында өзі малғұн болып кетті дейді. Адамға сәжде жаса деген кезде Ібліс менмендікке ұрынады да, сәжде жасамаймын деп айтады. Сөйтеді Құдайдың дәргейінен кетеді. Ендігі қызық нәрсе, Құдайдың дәргейінен кетіп баратқан кезде Ібліс тұрады да Құдайға келіп не айтады? Жаңағы дат айтады. Осындай мен пәленбай мың жыл сенің дәргейіңде жүріп мен құлшылық қылдым. Қаншама уақытымды мен құрттым, бұл айтқанда құлшылық қылып. Енді сен әділетті Құдайсың, маған осы еткен құлшылығымның ақысын қайтар деп айтады. Сосын Құдай тұрып айтады, жақсы, мен әділ Құдаймын. Қай жеріңде сенің жаңағы ақың кетті, сен сұра, мен берем деп айтады. Сосын Ібліс тұрып айтады, сен адамды жараттың, адамға баспана бердің, үй бердің дейді. Енді менің баспанам не болады? Сен маған не бұл баспананы не етіп бересің дейді. Сол кезде Құдай тұрып айтады, бойынша мен туалет, жаңа дәретхана, сенің баспанаң болады деп айтады. Жақсы дейді, адамға құлшылық ететін жер бердің деп айтады, жерден. Ал менің құлшылық ететін жерім не болады деген кезде, сенің құлшылық ететін жерің базар болады деп айтады. Жақсы, адамға оқу үшін Құран бердің дейді. Ал менің Құраным не болады деп сұрайды Ібліс. Сенің Құраның өсек аяң, сыпсың сөз, осы сенің Құраның болады дейді. Жақсы, адамға қорек үшін
дәм бердің, тағам бердің, ас бердің дейді. Ал менің тағамым не болады деп айтады. Сол кезде Құдай тұрып айтады, егер біреу бісмілләсіз тамақ жейтін болса, сосын тамақтан соң дастарханда бата қайырмайтын болса, сол тамақ сенің асың болсын деп айтады. Жақсы дейді. Адамға ас су бердің, қатық бердің, жаңағы айран бердің. Ал менің ішетін сусыным не болады деген кезде Құдай тұрып айтады, арақ шараптың бәрі жер бетіндегі сенің ішетін сусының болсын деп айтады. Сосын Ібліс тұрып айтады, жақсы, мен осыған дейінгі құлшылық еткен ақымның жартысын ғана қайтардым дейді. Енді жартысын бер дейді. Жартысы не деген кезде дүниедегі алтын, күміс, жақұт тастардың бәрі, байлықтың бәрі менікі болсын дейді. Құдай жақсы, сенікі болсын, келістік деп айтады. Бірақ оған да ілінбейтіндер бар деп айтады, алданбайтындар бар. Дүниедегі даңқ, атақ, мақтанның бәрінде менің игілігіме бересің дейді. Құдай тұрып айтады, жақсы, оны да берейін дейді. Сосын тұрады да Ібліс айтады, оған да көнбеймін дейді. Әлі ақым толыққан жоқ дейді. Дүниедегі ойын, қызық құмарлығың бәрін маған бересің дейді. Құдай айтады, жақсы, ол да сенің игілігіңдегі зат, оны да саған бердім дейді. Жақсы дейді. Жердегі зәулім сарай бола ма, нулы орман бола ма, рахат көлік, төрт түлік малдың бәрінде менің игілігіме бересің деп айтады Ібліс. Құдай айтады, жақсы дейді, оны да бердім дейді. Сосын Ібліс тұрады да айтады, енді саған еткен ақымның орны толған сияқты, енді осы байлықтың бәрін байлайтын, өзіме арқалап алып кететін бір маған шынжыр бер деп айтады. Сол кезде Құдай тұрады да бір сұлу қызды көрсетті дейді. Степанида сияқты ғой енді, өзі әп-әдемі, бұраңдаған, тістерінің бәрі маржандай, саусақтарының бәрі күмістей тартылған, өте сондай бір сұлу қызды алып келеді. Сол кезде Ібліс тұрып айтады, болды деп айтады, менің ақым толды, енді мен осы ненің бәрімен, менің игілігімдегі заттармен мен адам баласын азғырам деп айтады. Сол кезде Құдай тұрып айтады, менің ықыласты құлдарымды ғана азғыра алмайсың, қалғанның бәрін азғырсаң азғыр деп айтады. Тек ықыласты құлдарымды ғана осы жолдан бұра алмайсың дейді. Сөйтіп екеуі келісіп, Ібліс тұрады да қыздың бұрымына бүкіл атақ, байлық, не бар, өзінің сұрап алған заттарының бәрін байлап алып кеткен екен деп айтады. Енді не үшін бұл шығарманы дьявол деп атады деген кезде, негізі Степанида, енді ол біреудің әйелі ғой, бұл Іблістің, былай айтқанда, огороды ет деп айтады. Огород деген, яғни Іблістің бақшасы, яғни соның бақшасындағы зат. Ал Евгенийдің өзінің бақшасы, бұл Лиза ет, өзінің адалдан алған некесімен қосылған өзінің әйелі, бұл өзінің огороды ет. Енді бұл өзінің огородынан, былай айтқанда, бақшасынан аттап, біреудің бақшасына түседі. Яғни біреудің адал әйеліне барады. Степанидамен көңіл қосады. Енді жаңа айтқандай, бұл Іблістің бақшасы, сен қалай оның бақшасына кірдің, ол сені аямайды. Соғұрлым сені ең соңында, былай айтқанда, иманыңды алып, өзіңді азапқа салып жібереді. Мына бір Толстой, Яссауидің бір несі бар, қиссасы бар. Бір күні Яссауидің бір шәкірті дейді, Сырдариядан өтіп бара жатып, суға батып кетіп дейді. Құлап кеткен ғой. Содан жүзе алмай батып бара жатқан кезде Ібліс жүгіріп келіп, Яссауидің шәкіртін судан шығарып алады. Сосын шәкірт таңғалады Іблісті көріп. Ей, сен малғым, негізі сен біздің жауымыз емессің ба дейді. Сен не үшін мені құтқарып алдың дейді судан. Сол кезде Ібліс айтады, негізі мен мына жерде өтіп бара жатқам дейді, осы маңайдан сенің суға батып бара жатқаныңды көрдім де құтқарып алдым. Негізі сенің менде шаруаң жоқ адамсың. Сен Құдайдың дидары, Құдайды мақсат етіп кетіп бара жатқан адамсың. Ал менің сенде шаруам жоқ дейді. Мен Құдайдың ықыласты құлдарын азғыра алмаймын. Негізі менің өзімнің, былай айтқанда, направлением, былай айтқанда, бақытым басқа адамдар. Әйтеуір сен суға батып бара жатқансың, әйтеуір жарайды, мынаны құтқарып алайын дедім бе, маған да зияның жоқ сенің өзіңмен кетіп бара жатқан адамсың ғой деп сені судан шығарып алдым дейді де, өз жөніңмен кете бер деп айтты дейді. Сондықтан да мына өмірде де кім өзінің огородынан аттап, былай айтқанда, Іблістің бақшасына түседі, Ібліс соны аямайды. Қалай азапқа салды Евгенийді, дәл сөйтіп, кез келген адамды да біреу малды қалайды, біреу дүниені қалайды, біреу біреудің әйеліне сұқтанады, біреу жезөкшеге барады деген сияқты. Енді оның бәрі қиссада айтқандай, ол Іблістің мүлкі еді деп айтады. Кім енді оған жолайды, ақыры азапқа салады. Әркімді сондай қиындыққа душар етіп,
ең соңында өмірі трагедиямен аяқталады деп Толстой өзінің осы шығармасын аяқтайды. Дьявол деп аталып тұрғаны да сол. Себебі ол Степанида бола ма, ол біреудің әйелі болса да, бұл кімнің өзінің жаңағы ібілістің бақшасындағы өсіп тұрған зат еді деп айтады. Ал Евгенийдің өзінің жасаған бақшасы, ол өзінің семьясы, Лиза деген әйелі, өзінің қыз туып береді ғой бұған, өзінің қызы еді дейді. Бұл осы бақшадан аттады да шығып, біреудің бақшасына түсті дейді. Енді оның жазасы не болады деген кезде, жазасы солай өмірі трагедиямен аяқталады. Фредерикстің де жаңағы Толстойдың көрші ауылдағы Фредерикс деген сот тергеушісін айттық қой, оның да қателігі сол біреудің бақшасына қарай өтті, огородына. Қалай өтті, солай жазасын ол да алды. Ең ақыр аяғы жаңағы пойыздың астына түсіп болды. Негізі Толстойдың айтайын деген ойы негізі осы. Сондықтан да мына өзің айттым ғой, шығарманы не үшін бұл өлгеннен кейін жарияла деп айтты деген кезде де, бұл дәл осы оқиға Толстойдың өзінің де басында өткен. Бұл өзі де Аксина деген қызбен ойнап күліп қойған кішкентай кезінде, жас күнінде. Бұны да жаңағы нәпсінің осы құмарлықтың азабы бұны да әуреге салады. Сол ең соңында бұл шығармасын соңында жарияла деп айтқан себебі өлгеннен кейін бұл кәдімгі жол іздейді. Шығатын жол. Бірінші вариант Фредерикс жаңағы әйелін атып тастайды, жезөкшені. Екінші варианты Евгений болып өзін өзі өлтіреді. Енді үшінші вариант не деген кезде Толстой жаңағы Құдайдың дидары, мән, ұлы мұрат деген мақсатқа ұмтылады. Соған ұмтылды да бұл құмарлықтың несіне жоқ деп айтты. Сөйтті де бұл соның несінен аман есен шығып кетті Толстойдың ұтқан жерде сол. Біз әуе баста айттық қой, позитивистер келді, сол қақпақты қалай жапты, адамның бәрі құмарлықтың осы қалауына ілінді деп. Толстойдың шығып кеткен себебі де, және Толстойдың әлі күнге дейін Толстой болатын жағдай атақ абыройы осыған келіп тіреледі. Яғни үшінші нұсқасында бұл өзінің өмірін жаңағы солай аяқтайды. Яғни ұлы мәнге қарай жаңағы ұмтылып, бұл құмарлықтың несінен шығып кетеді. Яғни Толстой өз-өзін өлтірген жоқ, немесе жезөкше әйелді өлтірген жоқ, Аксинаны. Яғни үшінші жолды таңдады. Сөйтіп, бұл шығарма осылай аяқталады. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, кішкене қойсаңыздар болады. Біздің әлі бір 15 минуттай уақытымыз бар. Әйтпесе мен жалпы осылай неге шығармамды аяқтайын деп отырмын. Сондықтан шығарманың әу бастағы айтайын деген ойы бір-ақ нәрсе ғой, біреудің огородына түспе деген. Біреудің огороды деген ол ібілістің огороды. Ол біреудің әйелі бола ма, мал, мүлік бола ма, дүние бола ма, сен жаңағы ібіліс Құдайдан әлімсақта не нәрсені сұрап алды, жаңағы дүниені сұрады, бәрін сұрады ғой енді. Сен сол огородқа кірме деп жатыр. Сен оған кірмейтін болсаң, ібілістің де сенімен шаруасы жоқ дейді. Мысалы, Яссауидің шәкіртін судан құтқарып алды, осы Сырдариядан батып бара жатқан кезде. Не үшін құтқарып алды деген кезде, ол Құдайдың ықыласты құлдарын ғана азғыра алмаймын деп айтады. Ал қалғанның бәрін азғырам дейді. Сондықтан да оған тиіспейді жаңағы. Сен шықсаң шық та кете бер өз жолыңмен дейді. Ал менің өзім бұл, мен мынау Құдайдан алып алдым ба, осы ненің бәрін сұрап, мен осының қарауылымын деп айтады, былай айтқан ібіліс. Сондықтан да кім осы бақшаға түседі, мен соны аямаймын дейді. Өмірі былай айтқан трагедиямен бітеді дейді. Сөйтіп, соның былай айтқанда қарауылына Евгений кіріп кетті, бақшасына, сөйтті де сол қарауылдан таяқ жеп, өмірін сол трагедиямен аяқтады. Негізі шығарманың мазмұны осылай, идеясы. Толстойдың айтайын деген идеясы осы. Егер сұрақтарыңыз болса, кішкене бір 10 минуттай не қылып отыруға болады, сұрақ жауап жасап. Болмаса, эфирді бітіреміз енді. Келесі жолы Толстойдың
Крейцер сонатасы деген шығармасын талдайық. Крейцер сонатасы деген шығармасын талдап көрейік. Болмаса, бұдан кейін Крейцер сонатасы бар, болмаса білмеймін, басқа қандай шығарма ұсынасыздар. Кез келгенін талдай беруге болады. Толстойдың бәрі шедевр, шығармасының бәрі. Адамға қанша жер керек деген шығармасы бар. Сколько земли нужен человеку деген. Бұдан бөлек тағы несі бар бұның? Жоқ, тағы басқа шығармалар болса, ұсыныңыздар, егер мына шығармасын талдап көрейік Толстойдың деп. Мен сол шығармаға дайындаламын да, сосын соны талдаймыз. Иван Ильичтің өлімін талдауға болады. Өте қызық бұл шығармада. Бүкіл Европаны дүр сілкіндірген шығарма. Иван Ильичтің өлімі деген. Шәкәрмен жазысқан ешқандай хаты табылған жоқ. Енді сақталынбаған шығар деп ойлаймыз енді. Война и мир талдауға келмейді. Өз Толстой шығармасын жазып біткеннен кейін өзінің айтатыны бар, өмірінің соңында енді өзінің шығармаларынан талдау береді. Сол кезде Анна Каренинаны, Война и мирді, сосын тағы бір-екі шығармалары бар, соларды оқымай қойыңдар деп айтады ғой өзі. Сондықтан тозақтың қайта қалпына келуі дегенде талдасақ болады. Өте қызық бұл да шығарма. Ондашы келесі жолға Крейцер сонатасы, немесе Иван Ильичтің өлімі, соны талдап көрейік. Ғалымаға «Чем люди живыйды» біз өткенде талдап тастадық, өткен бейсенбі күні. Сондықтан бұл жердегілердің көбісі біледі деп ойлаймын. Иван Ильичтің өлімі бар. Сосын «Хозяин и работник» деген бар. Тозақтың қайта қалпына келуі деген шығармасы бар. Фальшивый куфон бар, өте қызық фальшивый куфонда. Сосын Ильяс деген шығармасы бар. Бұл да қызық. Сосын адамға қанша жер керек деген шығармасы бар. Бұл да өте қызық шығарма. Отец Сергейді талдап тастадық ғалымаға. Бұл ең бірінші Отец Сергей талдадық, сосын «Чем люди живые» талдадық. Енді осыны. Онда Иван Ильичтің өлімін талдайық келесі жолы. Енді «Война и мирді» оқымай қой деген себебі, енді бұл неге байланысты жазған ғой, енді сол кездегі Ресей империясын күшейту керек болады, идеологиялық шығарма керек ол кезде. Сосын амал жоқ, жаңа «Война и мир» жазып шыққан ғой. Ильяс Есенберлиннің көшпенділер жазатын сияқты ғой енді. Бір жұртқа орыстардың бір рухын көтеру керек, сол үшін сондай мақсатта жазылған кітап қой. Ол жерде бір ешқандай экзистенциялық ештеңе жоқ. Толстой өзі айтады, burada бір мәнді не жоқ, бұл как былай заказной жазылған шығарма сияқты деп айтады ғой. Ресейдің Толстойды қатты насихаттамайтын себебі, бұл Толстой кәдімгі шіркеумен төбелескен адам ғой енді, күрескен. Сондықтан шіркеудің бәрі Толстойға кәдімгі шіркеудің ішінде қарғыс айтқан Толстойдың жаңағы өміріне, бала шағасына, өзіне, бүкіл нелерде. Содан Толстой бұмен ерегісіп, егер мен өліп атсам, мені мұсылман етіп жерлеңдер деп сөйтіп айтқан. Сондай бір ерегістер ғой енді. Жоқ, егер карантин біткенімен де біз бейсенбі күні талдай береміз әр неде. Себебі бізде әр бейсенбі күні білгім келеді деген клуб бар осы кітапхананың. Біз сонда бір тұрақты түрде бір шығарманы талдап отыратынбыз. Сондықтан келесі жолда осы нені бейсенбіде тоқтатпаймыз енді. Карантин болса да, болмаса да біз осыны талдай береміз. Толстойдың әр шығармасын талдап, осыны бітірейік дегеніміз ғой. Анна Каренина да солай, Толстой оны да оқымай қойыңдар деп айтқан. Өзінің тізімі бар, оқымай қойыңдар деген шығармасы. Соны оқымай қойсақ та болады. Жарайды ендеше, сау тұрыңыздар, аман болыңыздар. Бір ондай қатты бір сұрақтар болса мен жауап берейін деген.